бүгінгі сабағымыз ғарыш әлемі 17-ші сабақ. Ғарыш әлемімен танысасың, астрономиямен нені зерттейтінін білесің дейді. Ғарыш, ғаламшар, жұлдыз, астрономия. Қай денелерді көзбен көруге болады, балалар? Көзбен көруге аласыздар. Әрине, аспан денелері, күн, жұлдыз, ғаламшар, соларды көруге болады. Қараңыздар. Әсіресе түнгі уақытта көреміз. Аспан әлемі шексіз, аспан денелері күн, жұлдыз, ай, ғаламшар дейді. Осының бәрі ғарышты құрайды. Ай мен жұлдыз түнде жарқырап көрініп тұрады. Аспан әлемін астрономия ғылым деп атайды екен, балалар. Аспан әлемін зерттейтінді астрономия деп атайды екен, Аспан денелерін ата. Аспан денелері несі жатады екен? Күн, жұлдыз, ай, ғаламшар жатады екен, Астрономия ғылымы нені зерттейді? Аста сұрақтар жауап беріп жатырмыз. Аспан әлемін зерттейтін астрономия екен, Бұл жерде үшіншісі. Жер күн жүйесінде нешінші ғаламшар? Балар, күн, жұлдыз, жер денелері күнде 8 ғаламшар айналады. Күнді 8 ғаламшар айналады екен, қараңыздар. Мына жерде күнді көріп тұрсыздар ма? Мына күн. Бұл жерде Марс, Меркурий, Шолпан, жер, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран екен, Қараңыздар. Күнге жақын нешінші ғаламшар екен жер? 4-ші екен, Ғаламшарда әртүрлі жер өмір сүруге болатын жалғыз ғарыш денесі дейді, балалар. Уран ең суық ғаламшар. Юпитер, Сатурн, Уран және Нептунның жер бетіндегідей қатты емес дейді. Сонда Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, қараңыздар. Осылар төртеуі жұмсақ болып тұр, Мына қараңыздар, балалар. Күн өте ыстық. Мына қараңыздар, күн және жердің ұқсастығы мен айырмашылығы айтты және жер бетіне бір-бірімен қандай байланысы бар. Қараңыздар. Бір-бірімен байланысы күн арқылы жер жылиды, күн шықса жердің беті жып-жылы болып. Сөйткен екеуі де доп-домалақ, қараңыздар. Күн дегеніміз кәдімгі жанып тұрған от сияқты ыстық болады, оған ешқандай адам да еш нәрсе жете алмайды, жақын тұра алмайды. Күн айнала ма, әлде күн жерді айнала ма? Қорытынды жаса дейді, балалар, қараңыздар. Күн айналмайды, күн бір орында тұрады да жер айланады екен, оны көрдіңіздер ма? Ғарышқа ешқандай дыбыс естілмейді, өйткені дыбыс толқын тарататын ауа жоқ дейді. Ауа жоқ болғаннан кейін не болады екен? Ауа тарататын толқын болмаған, ауа жоқ болғаннан ол жерде өмір сүру мүмкін емес, балалар. Балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Өте қызық екен.